Алған соң дәл осындай вариант алыңыздар да. 2 миллион теңге күйіп баратқан, 1 миллион теңге күйіп баратқан. Өйткені бізді аукционнан аламыз машинаны. Мына аукционға келіп брон қоямыз. Депайс қоямыз. Брон дегенде депайс қоямыз. 20% депайсын алып қалады. Пальбом өзі алып қалады. Сен қоймайым десең де, қоямын десең де, пальбом алып қалады ағайын. Дәл осы Хайландер қазір 2 миллион теңгесі күйіп баратыр мысалға. 7 миллион 950 мың теңге сатылады. Бір есік повреждение болды. Осы есікті ғана істетесіздер. Пуштышка еще. Айырбақтардың бәрі тап-таза ғой еще бір. 7 орындықты. Көп отбасылы семьяларға берсін. Мысалы, мультирульдармен, мынау коробка пуш-старт еще. Мынау коробка автомат. Еще автоматтан режимдер бар нерде. Норм, спорт, короче. Қайтсам вот так. Эко бәрі бар екен ғой даже. Дәл осы автокөлікті қолдан жібере алмаңыздар ағайын. Пабирку 20. 7 миллион 950 мың теңге әдемі болып тұрған оның бағасы. Так, артына келетін болсақ, арт жақтарын бәрі таза. Еще полный привод. Міне сенбейтіндерге міне сольтеп тұр міне. Отып алғанбыз. Мына жердегі есіктерден кішігірім ғана істетчелестер болды. Басқа дымыс етпейсіздер. Алдында противотуманниктармен, линзовый оптикалармен. Дәл осы автокөлік 7 миллион 950 мың теңге. Клиент отказ ағайын. Так что қолдан жібере алмаңыздар. Осындай варианттарды бүгін кешке таман салатын болам қазір. И кім бірінші брон қояды 500 мың теңге. Соған бұйыратын ол.